келесі қазақ тіліне ең алғашқы мерзімдік басылым атауы қайсысы? Нұржан айтамыз. Жақсы, отыра қойыңыз. Қазақ тіліндегі алғашқы кітап атауы? Қазір Қазақстанда қанша газет журнал аталып жатыр? Кеше Нұралбай айтып берді. 1200. Келесі бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң қашан шықты? 3-ші топ сіздерден сұрайықшы. 1999. Ал? 1999. Жақсы. Балалар, қалғандарыңыз неге сабаққа қатыспай отырмыз? Қай уақыттан бастап ғаламтор іске қосылды? Тұмардан басқамыз айтайықшы. Арай. 1950 жылы. Жақсы, жарайсыздар. Балалар, енді бұл үй жұмысына байланысты тапсырмалар болады. Еді біздің бүгінгі өтетін тақырыбымызға байланысты тақтада не көріп тұрмыз? Телеарналарды логотиптерге, иә? Аха, Қазақстанда қандай каналдарды білеміз? Осы жердегі суреттегілерден басқа қандай каналдар бар? Қазспорт бар, 31 бар, 31 осы жерде тұр. Аха, 7-ші арнаға дейді, жетісу арнасы жақсы. Енді олар әр топтан бір-біреуіміз тұрып, қайсы арнаны көп көреміз және ол жерде қай бағдарламаны көреміз? Кім айтады? Руслан? Сен қай телеарнаның бағдарламаларын көресің? Қазақстан деген телеарнада көп көремін. Және ода жаңалықтар және жаңалықтар тыңдайсың тағы? және өзіңізге керек басқа да шығарылымдар болады. Жақсы, екінші топ. Сіз қай арнаны көбінесе бағдарламаларын көресіздер? Нұржан айтамыз. Жақсы. Мына топтар қайсыдан айтады? Жақсы. Яғни барлық қазір топтық жұмыста осы жердегі арналар туралы толыққанды ақпарат бересіздер. Апайлар ма? Не балалар? Барлығы осы қолды. Жақсы. Жарайсыңдар деген сөз шықты ма? Сен жарайсыңдар деген шықты ма? Ал сонымен балалар жаңа жердегі оқып беріңіздерші. Тұмар, Қазақстан арнасы? Мәдени танымдық, хабар арнасы, ақпараттық сараптамалық, балапан арнасы, балаларға арналған, Астана арнасы, аймақтық, спорт арнасы, спорттық. Енді балалар, қазір мен сіздерге ақпараттар тарттым, сол ақпараттардың негізінде постер қорғайсыздар.